Сәлем достар, мен бүгінгі видеосы сұрақ жауап видеосының 4-ші бөлімін бастаймын. Сендер көп сұрайсыңдар, бірақ сұрақ жазбайсыңдар. Сонымен мен түсінбедім. Сұрақ жазбасаңдар, мен видео шығара алмаймын. Сонымен бір шешімге келейік. Сендер сұрақ қоя алмасаңдар, менен көмек сұраңдар. Мен сендерге көмектесе аламын. Өйткені мен сендердің достарымын. Ендеше сұрақтарға кезек берейік. Алдымен қазақша, содан кейін орысша. Міне подписчиктардың сұрақтары. Бірінші сұрақ. Сен вебкамен сурет немесе видео деп жазып тұрғанда видео түсіресің бе? Әрине түсіремін. Оны алдағы апталарда немесе айлардан кейін түсіру мүмкін. Немесе түсірмеу мүмкін. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ. Сенің ұнайтын ісің. Конечно, маған ұнайтын ісім картаны қарап, сурет салып, картаны зерттеу. Әлемді зерттеу деген сөз ғой. Соңғы сұрақ. Қай елде тұрғың келеді? Әрине, өзінің елін бәріне жақсы ғой. Мен Қазақстан елінде қаламын. Орысшаға кезек берейік. Первый вопрос. Ты будешь снимать видео с вебкой? Конечно же, да. В будущем, наверное, сниму через, месяц или через неделю. В общем, я не знаю, когда будет. Я сниму или нет. Я не знаю пока что. А ответ такой. Второй вопрос. Твой хобби. Мой хобби — это рисовать. То есть еще изучать карту и мир, можно сказать. И последний вопрос. В каком государстве хочешь жить? Свое государство, свой народ лучше другого, конечно же. Я буду жить в своем родине, Казахстане. Мен сұрақтарға жауап бердім. Сендер обязательно комментарийға жазыңдар. Сұрақ көбірек видеоның қызықтау үшін. Мен сендермен көп қоштаспаймын. Бәріне сау болды. Лайк басыңдар, мен каналыма жазылыңдар, және сұрақ қоюды ұмытпаңдар. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И пишите вопросы больше, чтобы стало видео интересней. Итак, всем пока!